Армысың қазақ елі. Ақ пен қараны, жамандық пен жақсылықты, пайда мен зиянды, дұрыс пен бұрысты ажырататын жөн айтсақ хабарын назарларыңызға ұсынамын. Алғашқы санымызды бастамас бұрын парақшамызға жазылып қоюларыңызды сұраймын. Себебі алда әлі талай мәселенің ақ қарасын ажыратамыз. Баяғыда бір сатирик министрді де маса сияқты газетпен өлтіруге болады деген екен. Әрине бұл әзіл. Дей тұрғанмен әр әзілде аздаған әзіл, ал арғы жағында батпан шындық бар. Аузын айға білеп, айтқаныңа пысқырмайтын, арыстан жалды, айғырдай тарпаң шенеуніктердің бүгінгінің газетіне айналған әлеуметтік желі арқылы желін шығарып, абыройын айрандай төгуге болады. Бірақ бір сәт ойланайықшы. Алды артқа қарамай, айғайға аттан қосып, сын айта берген қаншалықты дұрыс. Әкім мен министрдің барлығы өз еліне жау емес шығар. Бәлкім, сын айтпас бұрын мәселенің мәнін байыптап, ақ қарасын ажыратып алған жөн болар. Бүгінгі шығарылым ауыл шаруашылығы министрлігінің жеке қосалқы шаруашылықтар туралы заң әзірлеу бойынша бастамасына арналады. Жеке қосалқы деген кім десеңіз, ол қазақтың қарапайым тілімен айтқанда ауылда тұратын, жер сүмесін еміп, бақша салып, өнім алатын, немесе ауласында ірілі-ұсақты жанды ұстап, жанын бағатын жандар. Мысалы, жеке қосалқы шаруашылық дегеніміз мына үй, мына апа, болмаса ауылдағы мына тұрған аула. Бірақ бұл кісілерде жеке қосалқы шаруашылық деп айтуға негізі ерте. Себебі оларға мұндай арнайы мәртебе беретін заң жоқ. Осы олқылықтың орнын толтырып, үй шаруашылығына заң негізінде жеке статус беру туралы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев былай айтқан болатын. Жеке қосалқы шаруашылықтардың малын жайылымдық жермен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша назар аудару қажет. Олардың құқықтық мәртебесі және көрсетілетін қолдау тәсілдері жеке қосалқы шаруашылықтар туралы бөлек заңда көрініс табуы керек. Үкімет бұл заң жобасын өте қысқа мерзімде әзірлеуге тиіс. Президент тапсырды, жұмыс басталды. 2021 жылдың соңында ауыл шаруашылығы министрлігі сәйкес заң жобасын дайындап, халық назарына ұсынды. Алайда қоғам арасында министрлік ұсынған заң ауылдағы мал санын шектейді екен деген жаңсақ пікір тарап кетті. Жөн айтсақ, жеке қосалқы шаруашылық туралы заң ауадай қажет. Неге дейсіз ғой? Құдай сақтасын, былтырғы қуаңшылық тағы қайталанса, мемлекет тарапынан мал азығын арзандатуға, немесе басқа да бір шығындарды өтеу үшін ауыл адамдарына тікелей субсидия төлеуге ешқандай мүмкіндік болмайды. Өйткені жеке қосалқы шаруашылық деген мәртебе жоқ. Вы не имеете права. Вы не имеете права. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігінің тең жартысы үй шаруашылықтарының мойнында. Солар қамтамасыз етеді. Бірақ солай бола тұра арнайы статусы болмағандықтан, олар мемлекеттен бір тиын көмек алмайды. Тіпті қаржылай қолдау тұрмақ тегін кеңесте қарастырылмаған. Мал бағу ата кәсіп. Қазақ ауылдарын онсыз елестетуде қиын. Десе де, шынын айтуымыз керек, ауылдарымыз баяғы ажарынан айырылып барады. Себебі ауыл ішінде төрт түліктің басы көбейген сайын мал тұяғы топырақ тоздырып, жайылымдардың тозағын шығарып жатыр. Мына бір ауылдың космостан түсірген суретіне назар аударайықшы. Көріп тұрғандарыңыз 2010 жылғы сурет. Мынау 5 жыл өткен соң жасалған бейнесі. Ал мынау болса дәл қазіргі жағдай. Не байқадыңыз? Баяғы көкмайса топырағы суырылған тақыр жерге айналған. Өзекті өртейтіні барлық ауыл осындай қалыпта. Ауыл маңындағы жайылымдарды кеңейте бергенмен жағдай жақсармайтыны анық. Себебі мал тұяғымен жайылады емес пе?
Таңмен таласа өріске шыққан мал кешке таман шиырлата салған жолымен шаңды көкке көтере ауылға оралады. Оның үстіне кеңес замандағыдай жайылымдардың тиімді пайдалануын қадағалайтын ешкім жоқ. Бақташының адалдығына сену қиын, ал қойды кезекпен баққандардың міні саты болмаған соң алысқа бармай, ауыл маңын айналсоқтайтында айдан анық. Ауыл маңындағы шөп тамыры мал тұяғымен осылайша қиылып, жердің тоз-тоз шықты. Ауыл маңындағы өрісте табиғаттың тегін шөбіне жайылып үйренген малды асырау күн сайын қиындап барады. Оның үстіне шөп шабатын шабындық жоқ, табылса да азық дайындайтын техника тапшы. Оған тағы жанар жағармай керек. Шалғымен шөп шабалатындар тарих қойнауына қызыл кітапқа еніп кеткен. Онымен қоса малдың жақсы өсіп, жоғары өнім беру үшін шөп жеткіліксіз. Оған арпа, бидай, жем керек. Осындай жағдайды пайдаланып, жем шөп өсіріп, сатқыштар мал азығының бағасын аспандатып жатыр. Қазақстанның кей өңірлерінде бұл проблема кооператив арқылы шешілген. Ауыл тұрғындары жаз бойы шабындық, ал күзде арзан жем іздеп сандалуды тоқтатып, 4 түлігін арнайы құрылған кооперативтерге тапсырады. Кооперативтің егістігі қажет техникасы бар. Ондағы дайындалған шөп те, арпа да ауыл тұрғындарына өзіндік құнымен, яғни базар бағасынан 3-4 есе арзан сатылады. Онымен қоса ауылдықтардың сеніп тапсырған сиырлары елді мекеннен алыс жерде орналасқан оты мол өрісте жайылса, тайыншалары арнайы бордақылау алаңында бағылады. Қысқасы, кооперативпен жұмыс істеген ауыл тұрғындары малды қалай асыраймын деген уайымнан арылып, артық шығыннан құтылып, кооператив арқылы түсетін пайдаларын 30-40%-ға ұлғайтып жүр. Ауыл ішінде қойда, сиырда азайса, жолдың бойы мал жапасынан айтарлықтай арылған. Жеке қосалқы шаруашылықтар туралы заң жобасында осындай кооперативтерді көбейтіп, халық игілігіне жұмыс ету үшін арнайы механизмдер қарастырылған еді. Әттең, бәріміз заң жобасының осындай үлкен мүмкіндік беретінін толық түсіне алмадық. Айта берсем, жеке қосалқы шаруашылық туралы заң қабылдауға негіз көп. Мән беретін бір мәселе, ауыл ішінде мал басын шексіз көбейте беруге болмайды. Әйтеуір күндердің күнінде 4 түлікті бәрібір ауыл сыртына шығарып, технологияға сай өндірістік орында бағуға тура келеді. Ендеше ауылдың ауаның ластанғанын күтудің не қажеті бар? Қазірден бастап малды ауыл сыртына шығаруды қолға алған дұрыс емес пе? Бір жерде ұстаған мал әрқашан өсімтал келеді. Мал дәрігеріне де ыңғайлы. Онымен қоса мемлекет тарапынан берілетін көмектің барлық түрін пайдалана алады. Бұл малға да, оның иесі ауыл адамдарына да жақсы. Өз басым Ербол Қарашөкеев бастаған министрліктің ұсынған заң жобасын толық қолдаған едім. Себебі қисынға келіп тұр. Алдағы уақытта заң жобасына қайта оралуға мүмкіндік бар ма? Ол сіздер мен біздердің ақ пен қараны ажырата алуымызға байланысты. Айтсақ, жөні осы. Келесі кездескенше.